Мына жер жөнету керек еді, ану алдында өртеп алған әлі тұр ғой, не істесек болады, короче, іш пысты, атаның үйіне барып келдік кішкене, или өзім бал аулап жүрсем бекен, іш пысып кетті ғой. Мына жақтан не бар тағы? Кішкене компьютер шықпау керек еді жалпы дейтін. Қойшы, бірақ компьютер не істеймін, онда досыма барайын. Іш пысқа жар онда. Досына барайын онда. Че-там кішкене тамақтарға болайын, досыма тамақ апарайын жалпы. Так, мына бір еттен алайын. Так, неден сон болды тағы. Оған сорпа апарайын, сорпа. Айтпақшы оның алдында бас ауырып қалып еді, соған кішкене сорпаларын апарып беру керек еді жалпы. Кет мен досыма барайын. Кішкене үйде шықпағалы біраз болып қалды да. Не қоймын досым не? Досым не? Жалпы дейді басынан есі олғыр еді маған дейтін кішкене мына үйде шашып кетіп дегендей. Әзірге досым үйде тұра тұрып өзім есі олғыр бастау керек онда дейді. Еще ақша да жинап алды. Ләңгірай! Шығайын мен. Не істепсің енді? Қалайсың не? Маған келдігін жоқ қой сенде. Келмейсің ба маған не? Кет, есігін жапсайшы, үйін суық қошамын дейтін. Ләңгірбай, басың ауырған қойдың ба? Қойды. Мұрныңнан су ағып жүр ғой. Мана сорпаны ішіп ал. Сорпаны ішіп ал, жазыласың. Рахмет. Мана гүлден алып ал, гүл. Осын искелеп жат, уланып өлесің. Сен мұрның кішкене сүңгірші, не істейміз жалпы? Өзім істедім ғой, өзім. Че-там досым, не жаңағы не істейатсың үйіңде? Үйіңде ішің пыспай ма? Ішің пысып? Сол мен де саған ішім пысқан екен кейіп. Қолың жуайшы кені. Хоп. Рахатсың ай. Рахат қой. Досым. Кішкене інің шақырсай. Інің шақыру керек жалпы. Інің бар ма өзі? Бар. Бұрында екеуміз оқып жүргенде інің құттай еді ғой, 3 жаста. Жалы лап жүретін еді ғой. Кеттіге үйіңе кірейік. Жаңбыр жоқ қотты. Есігіңді ауыстырса досым, мұнан қара есігің тесік қой. Өтіп кетеді ғой үйіңе. Өтпейді. Ормашы егіп. Так, досым, кеттік тамақ дегенде мен қарным ашатқан жоқ қой. Онда бүгін досыңа звондап шақыр. Досыңа деппін ғой. Інің шақыр онда звондап. Шақырым. Телефон алдың ғой, тағын. Досым, телефон бар екен. Звондап ал досым. Сөйлесейші. Алло, анам. Алло. Қалайсың? Жақсы. Осы мен үйіме бір келіп кетсей. Жарайды. Тану. Мақыл онда. Мақыл. Короче, наңғанысы келейін деді ғой да. Шелзи. Че-там? Келетін. Мен біреудің даусын естіді ме? Досым, бергеле, інің келетір. Менің інім. Інің келетір ма? Інім, қалайсың? Жақсы. Інің ба, наконтай қалайсың, Жақсы. Бұрында мұрынбоңға жылап болып жетінен ғой. Кіріндер еге кеңдер. Көрі інім. Жаурамайсың ба сен бала? Кәдің өз қапты да? Дерскі, саған құсайды екен, Кән қарашы еге маған. Дерскі, екен құсайды екенсіңдер да? Молодесе. Інің красавчик екен, ініңе киім беріп қойсайшы. Ініңе жаурамай ма? Өзің аласың ғой, Інің аты Наконтай ғой да? Мен әлі ұмытпадым ғой, аты Наконтай ғой. Қарны ашқан жоқ па, інім? Менің құсап кетті ғана. Короче, жаурап атырмын кішкене. Дың. Мен яқта пианино бар ғой. Не істейміз енді? Мен үйіме апарайын ба? Ініме. Мен үйім жылы ғой. Менің үйіме барамыз, а? Давай. Менің үйіме барайық да. Жамбыр қойсын да. Жамбыр қойсын. Жаман түс көріп атырмын. Болды, екеуім төлес кетсін, жамбыр қойын ма? Ұйықта қаппын ғой мен, Жүсі, кім? Досым, ініме үйін таныстырсай. Айтпақшы сен үйің техникасын көрсеттің бә? Мұн жақтан нең бар еді ғой сен, құпия базаң. Ат жағында ол. Кеттік үй жағына.
Наконтай бергеле мына жакта го. Аты кызык да. Топас. Энеңе мынаны кийин берип койдуң ба? Толиктин. О, жар эмес. Жок ай. Кетти техниканы көрсөт. Өзүм жашап берем. Короче, энем бергиси. Сен кам окуп атсың го да? Мына жерде эчтеке көрмөй турсуң да? Эчтеке көрмөй. Досум баш. Юкас күштү. Дерски істеген, короче. Адам көп ауылында. Біз орманда тұрамыз ғой өзіміз жеке. Тану. Інінген? Інінген? Жарым емес, інінген? Топас інін қалдырып кетті сол. Нәкөттай болса, ё-моё, топас. Інсін қалдырып кеткен адам емес. Наконтай, кес сен бір бассейнге түсіп, мына қуа деген.Інің бассейнге түсіп кетті. Шығарып ал. Кеңдер үйіме кіріңдер, ё-моё. Дерски өзім үйім жылғы. Кір, ке. Нәкөнтай бошиш. Итім бар еді. Қарны ашып кетті? Тамақ бар жеу. Айып, ақтарма енді. Ақтарма. Берсиш тамақтардан бешиш. Тамақтардан ба? Нәкөнтай. Мен гүл саған. Мен тамақ жеп ал. Досым, бұл ініңді біз барған балыққа апару керек еді. Інім мен сен тамағыма қойдым. Досым. Ініңді біз балық жерге апару керек еді. Қарындарын дерс қашып қапты ғой да. Мен айтпақшы өзінде қарны ашып кетті ғой. Нәкөнтай. Ағаңды көрдің ба? Ағаң ауырып қалды ғой, мұрын боғы ақ қалды ғой. Мұрын боғы ақ кетті ғой сен. Ё-моё, біз балық аулайтын орынға апару керек еді. Сояққа тағы шығармыз. Досым, ұйқым келді, кешіріңдер, ұра бердім ғой сендерді. Ескі ашық тұра берсеш, кішкене аулар керсін, кеттік мініңдер. Мына жерді алдында біз досым, ағаң екеміз өрт екеміз, Нәкөнтай. Мына жерді дерске өртеттік қой. Атпай. Атсаңтай үйсін. Аң алуға шайықта? Мақыл. Кеттіге тоқтаңдар. Үйдің ішін кішкене көріп болыңдар ма? Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге Челси арнасы. Біздер дейтін бүгін екі достың өмірінің нешінші сериясын түсіріп жатыр. Енді білмей алды ғой. Достар, короче, көрдіңіздер, менің досымның інісі келді ғой да. Сәлем десеңдерші. Сәлем достар. Екеуі де жалпы менің інім. Короче, дерске болды деген ойдам. Осыған неше лайк екеуің айтып жіберіңдерші. 10 лайк. Көреміз ғой, 10 лайк жинайтын шығар да. Сенем, жинапсайды. Мен ән біледі оны. Дерске, ендігіде достар, не істейік, соған идея тастап кеттіңдер, кішкене охотаға шығайық па, аңға шығайық па, не істейік. Астында комментарияға жазып кеттіңдер. Балға олайық па, короче, дерске қойын деп тұр ғой, Енше достар, сіздермен болған Челси арнасы, және де Нелзи арнасы, және де ат жоқ арна. Давай достар, сіздермен болған Челси арнасы.